Қайырлы күн, қыздар. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен бір жасағаннан осындай әп-әдемі, керемет, жұмсақ болып шығатын үлпілдек бауырсақтарды дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар: ұн, сүт, су, екеуі де міндетті түрде жылы болуы керек. Тұз, дрож, қант, бір дана жұмыртқа, сұйық май және де аздап майонез. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз, суымызды құямыз. Қыздар міндетті түрде жылы болуы керек. Үстінен қантымызды саламыз, майонезімізді қосамыз. Бір дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Соңынан тұзымыз бен дрожжымызды қосамыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Енді сұйық массамыздың үстіне аздап ұн салып, қамырымызды елеп бастайтын боламыз. Алғашқы кезде мен лопатканы пайдаландым. Қамыр кішкене қоюланғанға дейін. Массамыз қамыр кейпіне ене бастағанда қолмен жұмыс жасауға кірістім. Ұнды бірден көп салып жібермеңіздер. Аз-аздан қамырдың жұмсақтығына қарай қосып отыратын боласыздар. Міне осылай қамырымыз қолға жабысқақ болған кезде сұйық майымызды екі бөліп қосамыз. Және де май қамырға толық сіңу үшін жақсылап осылай қолымызбен мыжып алатын боламыз. Артынан керегінше ұн қосып, осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр елеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып, 40 минутқа немесе 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Неге қыздар, біздің қамырымыз әп-әдемі болып көтеріліп шықты. Жұмсақ, сондай керемет болып шығады. Енді үстелімізге ұн сеуіп, қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Қыздар, дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде 3 суала бауырсақ шығатын болады. Егер де ол сіздерге астық қылатын болса, дәл осы массаны 2 еселеп немесе 3 еселеп көбейтіп жасасаңыздар болады. Қыздар, бауырсақтарымызды тым жұқа немесе тым қалың етіп жаймаймыз. 7 мм немесе 5 мм етіп жайсаңыздар жеткілікті. Өз қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Мен осындай дөңгелек форманы пайдаландым. Дәл осы бауырсақты дөңгелек етіп пісірсеңіздер, қонақ келгенде өте әдемі көрінеді. Бауырсақ үрленіп, дөп-дөңгелек болып, керемет болып пісіп шығады. Енді дайын бауырсақтарымызды қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Қыздар, осы кезде мұқият болыңыздар. Бауырсақтарды майға салғаннан кейін бірден келесі бетіне аударып шығыңыздар. Сол кезде екінші беті қатты үрленіп, піспей қалмайды. Екі беті бірдей үрленіп, керемет болып шығатын болады. Қызартып, екі жағынан пісіріп алатын боламыз. Дәл жаңағыдай бауырсақтарымызды салғаннан кейін бірден келесі бетіне аударып шығамыз. Қызартып, пісіріп алатын боламыз. Неге қыздар, біздің бауырсақтарымыз дайын. Дәл осы рецептпен бауырсақты бір рет жасап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Сондай нәзік, жұмсақ, дәмі де ерекше болып шығады. Арасы шикі болып қалмайды, құр бос ауада болмайды. Сондай ерекше дәмді қонақтарға ұялмай ұсынатын керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.